Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Ұлмекен. Бүгін үй жағдайында жасалынатын өте дәмді палау дайындаймын. Әркімнің өз жасалу жолы болады. Мен сіздерге өз жасалу әдісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен етімізді алып, осылай турап аламыз. Кез келген етті пайдалануға болады. Менде мұнда сиырдың еті. Пияз бен сәбізімізді турап аламыз. Палаудың көркін осы сәбіз ашатындықтан сәбізді молдау етіп қоса береміз. Яғни еттің көлемінен аз болмауы керек. Барлығын турап дайындап аламыз. Содан соң қазанымызға сұйық май құйып қыздырамыз. Үй жағдайында оңай жасалынатын рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться кнопкасын басып, қазақша каналды қолдап, маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Енді етті салып, жақсылап қуырамыз. 4-5 минуттай қатты отта етімізді жақсылап қуырып аламыз. Содан соң турап дайындап қойған пиязымызды салып, араластырып, пияз сарғыш түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Пиязды қуырып, содан соң турап дайындап қойған сәбізді саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және мен зира салдым. Барлығын жақсылап араластырып, сәбізіміз жұмсарғанша қуырамыз. Зира палауға ерекше дәм береді. Егер сізге ұнамаса, қоспай қойсаңыз болады. Содан соң ыстық су құямыз. Ет пен сәбізді жауып тұратындай етіп, су құйып аламыз. Содан соң қайнатамыз. Бір бас сарымсағымыздың бірінші қабатын алып тастап, тазартып, осылай ортасына саламыз. Енді баяу отта етіміз дайын болғанша 25-30 минут пісіреміз. Міне менде 25 минут уақыт өтті. Ортасындағы сарымсақты алдым. Содан соң жуып тазартылған күрішті осылай бетіне салып шығамыз. Күріштің суы әппақ мөлдір болғанша 6-7 рет шайқап аламыз. Барлығын осылай салып, бетінен осылай тегістеп шығамыз. Содан соң мұнда менде суы аз болып тұр. Қайнап тұрған ыстық суды үстіне құямыз. Яғни біздің күрішімізді 1 сантиметрдей үстін жауып тұратындай етіп су құямыз. Енді қақпағын жаппай, ашық тұрған күйінде осындай қатты отта суымыз кішкене тартылғанша қайнатамыз. Менде кішкене тартыла бастады. Енді осылай күрекшемен жан-жағын ортасына қарай үйемін. Қайтадан сарымсағымызды ортасына салып, енді ең төменгі отта бетін жауып, жақсылап 25-30 минут күрішіміз дайын болғанша пісіреміз. Мен осылай сүлгімен жауып алдым, жақсы булану үшін. Себебі менде қақпақта тесік болғандықтан осылай жасап алдым. Енді 25-30 минутқа қоямыз, қақпағын мүлдем ашпаймыз. Менде 30 минут уақыт өтті. Күрішімізді енді жақсылап барлығы біркелкі болғанша сәбізімен, етімен жақсылап араластырамыз. Егер сізге палаудың түсі қатты сарғыш болып тұрғаны ұнаса, кішкене куркума қоссаңыз болады. Осымен үй жағдайында өте оңай жасалынатын палау дайын. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп-көп рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Хош сау болыңыздар.